Бәріне сәлем достар. Бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілінің 7 тарауының 9 параграфын өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз халықаралық спорт күні. Бізде бірінші тапсырмада айтылыпты, мәтінді оқып негізгі ақпаратты анықтаңдар депті. Біз мәтінді мен оқып қойғанмын. Сондықтан тез астындағы сұрақтарына жауап беріп кетейік. Сол үшін оны оқып уақыты кетіргенше астындағы сұрақтарына тез жауап беріп кетейік. Бізде бірінші сұрақта айтылыпты, адамзат өміріндегі спорттың рөлі қандай? Ал екіншісінде айтылыпты, халықаралық спорт күнін белгілеудің қандай қажеттілігі бар деп ойлайсыңдар? Үшінші, еліміздің спорт күні қалай аталып өтіледі деп айтылыпты. Жауабы: спорт адам денсаулығын жақсартады, физикалық күш-қуатты арттырады, төзімділік пен жігерді нығайтады. Сонымен қатар спорт адамдарды тәртіпке, командалық жұмысқа және салауатты өмір салтын ұстануға үйретеді. Екінші сұрақтың жауабы: халықаралық спорт күнін белгілеу адамдарды белсенді өмір салтына шақыру, денсаулықты нығайту және спорттың қоғамдағы маңызын арттыру мақсатында қажет. Бұл күн арқылы әлем елдері спортты дамытуға көбірек көңіл бөледі. Үшіншісіне жазамыз: Қазақстанда спорт күні жыл сайын тамыз айының 3 жексенбісінде атап өтіледі. Бұл күні әртүрлі спорттық жарыстар, марафондар, жаттығулар ұйымдастырылады. Сондай-ақ спорт саласында жетістікке жеткен азаматтар марапатталады. Екінші тапсырмада айтылыпты, спортшы қандай болуы тиіс? Еріншектік пен жігерсіздік спортшыға тән қасиеттер ме? Ойларыңды жинақтап, спортшыға мінездеме жазыңдар депті. Спортшының мінездемесі: нағыз спортшы табанды, еңбекқор, батыл және өз-өзіне сенімді болу керек. Ол ешқашан ерінбеуі тиіс және қиындыққа мойымауы қажет. Жеңіске жету үшін күн сайын тынымсыз дайындалып, өз шеберлігін жетілдіреді. Еріншектік пен жігерсіздік спортшыға тән қасиеттер емес. Себебі спортта жоғары жетістікке тек еңбектенген тәртіпті және қайсар адамдар ғана жете алады. Еріншек спортшы жеңілістен кейін беріліп мақсатына жете алмайды, ал жігерсіз адам қиындықтарда қарсы тұра алады. Сондықтан спортшы үшін ең басты қасиеттер төзімділік, тәртіп, қайсарлық және еңбекқорлық. Үшінші тапсырмада айтылыпты, етістік түрлерін қатыстырып, спорттың бірнеше түрін сипаттаңдар, спорттың пайдасы туралы қорытынды жазыңдар депті. Жауабы: қазақ күресі ұлттық спорт түрі, жауынгерлік өнердің бір түрі. Бокс Қазақстанның әлемдік деңгейге танылған спорт түрі. Футбол халық арасында кең таралған ойын. Ат спорты, бәйге, көкпар, аударыспақ сияқты ұлттық спорт түрлері бар. Шахмат ақыл-ойды дамытатын интеллектуалды спорт. Төртінші тапсырма, ода айтылыпты, мақал-мәтелдерді оқып, өз пікірлеріңді білдіріңдер. Денсаулық зор байлық, шынықсаң шымыр боласың, жүзден жүйрік мыңдан тұлпар депті. Жауабы: денсаулық зор байлық. Мағынасы: денсаулық адамның ең басты байлығы. Егер адам денсаулығына мән берсе, бақытты өмір сүре алады. Жүзден жүйрік мыңнан тұлпар. Мағынасы: кез келген салада үздіктер болады. Бұл спорттағы мықтылардың тек еңбек пен табандылық арқылы жетістікке жететінін көрсетеді. Бізге астындағы 5-ші тапсырманың керегі де жоқ. 6-шы тапсырма: спорт бейбітшілік кепілі бола ала ма деген тақырыпта дәлелдемелік эссе жазыңдар. Жауабы: әлемде соғыс пен қақтығыстар орын алып жатқанда халықтар арасындағы бейбітшілікті нығайтудың маңызды жолдарының бірі спорт. Спорт тек физикалық белсенділік қана емес, ол елдер мен халықтарды жақындастыратын күшке ие. Жарыстар арқылы ұлттар бір-бірін танып, түсіністік пен достықты нығайтады. Спорт елдері арасындағы достықты нығайтады. Әлемдік спорттық жарыстар халықтарды біріктіретін ең ірі шаралардың бірі. Мысалы, Олимпиада ойындарына жүздеген елдің спортшылары қатысып, өзара бәсекелесе отырып, бірін-бірі құрметтеуге үйренеді. Олар тек медаль үшін емес, елдерінің намысын қорғау үшін жарысады. Бірақ бұл бәсекелестік қақтығысы емес, керісінше бейбіт жарысы болып саналады. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар. Мені 1000 подписчикке жеткізіп тастайық.